Содан кейінгі былай карьераңызға қарайтын болсақ, сындар көп айтылды. Бұл енді сіз құлдырау болды деп ойлайсыз ба, немесе сындар орынсыз болды деп ойлайсыз ба көп жағдайда? Спорттық аштығым әлі біткен жоқ. Алда қандай жарыс болады, қандай маған мүмкіндік беріледі, барлығын қолдануға бар күшімді саламын. Бірақ ол жақта Махмұт өзін қазірдің өзіне бірінші нөмірге бекітіп қойғандай, сондай сұрақтар туындайды да, бұл бір ешқандай от салу емес, бұл таза бір спорттық дүние, бұл мүдде бар, әр спортшының мүддесі, арманы бар. Спортты қоятын болсаң, операция жасамай қой деді. Сен спортпен ары қарай до конца соңынан барам десең, саған операция қажет. Ертең аяң жарамай қалады деді. Той томалақты көтере алмай қалды, бір жылқы бергенде, 1-2 миллион ұстатып жергенде көтере алмай қалған, кәдімгідей сынып кеткен, ондай таланттар көп шынымен де. Мен әкімшілікке де, біреуге болсын, ешкімге ренжімеймін. Мен берген нәрсені алам, бермесе сабыр сақтап, берген нәрсені беру керек қой, сол нәрсені олардікі де қызық қой. Ұлттық құрама қашан келдіңіз? Негізі 2016 жылғы Павлодарда Қазақстаннан кейін ұлттық құрамаға кірдік қой. Ол кезде 19-дасыз. 19-дасыз, иә? Молодежден бірінші Қазақстан ұтылып қалдым, бірақ четвертте ұтылдым. Екінші Қазақстанда четвертте ұтылдым. Бірақ бізді резервіне қылып алды да. Перспективіне болашағынан үміт күтуге болады деп 5-ші нөмір сияқты шашын. Кішігірім айлыққа зарплата қойды, бірақ за счет облыс барып жүрдік сборларға. Кейін 2018-де чемпионат Қазақстанда 2-ші орын алып сборныйға кірдім. Сол 2016-тан жалпы ұлттық құрамадасыз. Иә. Қазір енді ақсақалсыз. Ақсақал болдық қой, иә. Возрастной болдық қой. 10 жылға қарадым не қазір. Сол кездегі ұлттық құрама қандай еді? Сіз енді 2016 болса, кімдерді көріп қалдыңыз бұрынғы құрамда? Елеусінов әлі болды, енді кетіп жатқан кездері. Елеусіновтер, кейін, не істеді? Олимпиададан кейін ғой біз, Рио Олимпиадасынан кейін болды да. Елеусінов олимпиада чемпион болып қалған. Бірақ Левиттер болды. Иә. Левиттермен бірге Токиоға дейін бардық қой. Иә. Ол кезде кішкене басқаша мужиктар ғой, негізі. Кішкене серьезный ловил ғой. Ей деп сөйле. Инстаграмда негізі сіз енді әлемде танымалсыз ғой, 2 дүркін әлем чемпионсыз, бір андай танымал адамдар жазған кездер болды ма? Респект дегендей. Иә, жазған кездер болды. Енді бірінші кезде неге барған кезде, Токио Олимпиадасы барған кезде 5000 ғана не болып бардым ғой. Оқырманым бар, 5000 ғана. Иә, әр бой ұтқан сайын бірге 2000, 3000 Олимпиада өйтіп сот шыға алмайсың енді Олимпиада жүргеннен кейін. Кесем бір кезде 30 000 болып кеткен, кіресін 100 адам болды, 100 адам сообщение жауап бергенде боласың кейде. Жауап берсең, қайтадан 100 болып қала береді, кейін шаршап кетеді, содан енді пока Олимпиада біте берсінші деді ғой. Енді бір адамның жауап бермей қалған кездерінде болса, запросто тұрады ғой. Біреулер жауап бермесең кейде өзінше де ойлайтын шығар, әрқайсысын жауап беріп отырып отырсың, мына тренировканы кім жасайды? Иә, ол да бар. Уақытың кетеді интернетпен. Анау кім Төреханмен сөйлескен кезде жаңағы Амирхан жазған ғой. Амирхан деген анау англиялық боксшы. Сөйтіп жауап бермеген ғой, анау фейк қой деп қоя салған ғой. Сөйтіп бір күні звондап тұр дейді телефонға. Жауап берейінші, жазып жатыр қой деп. Соған сұрап жатқаным ғой негізі. Қазақ боксшыларын әлемде қанша жарысқа барыңыз мойындайды ғой негізі. Бізде барып шет жағасын көріп жатырық та, мойындайды екен, автограф алып дегендей. Иә, мойындайды. Біз оға дейінгілер ағаларымыз өзі жол бастап кеткен ғой. Мойындатып қызып кеткен. 2 дүркін әлем чемпионы болдыңыз. Аллаға шүкір. Қалай енді? Ощущение қалай? Жақсы. Біріншісіндегідей емес пе? Біріншісінде біріншісі бөлек бірақ. Біріншісі өзі үшін. Екіншісінде 2 дүркін ол да бір тарих, бірақ енді біріншісіне қарағанда біріншісі мен үшін өте ыстық болды. Өте қуаныш болды ол өте. 2021 жыл. Бірақ елге келдіңіздер, 2 дүркін Олимпиада чемпионы болдыңыз. Бұлай сезіле ма негіз елде? Бұлай мерекелік көңіл-күй, күтіп алулар? Иә, сезіліп жатыр, Аллаға шүкір, қазір таңда ана жаққа шақырып жатыр. Барлығы өзінің сый құрметін көрсетіп, ыстық лебіздерін білдіріп, құттықтап жатыр. Оқып кеткен универімде, қазір оқып жатқан универімде, қай жер барсақ та барлығы құтты болсын деп сезім жатырық. Түркістан облысының атынан шығасы? Иә, Түркістан облысының атынан шығамын. 2018 жыл Шымкентпен облыс болып бөлінді. 2018-ден бері Түркістан облысының атынан шығып жатырмыз. Олар Түркістан облысының бір спорт басқармасы, әкім қабылдау деген болған жоқ па? Мен қарап жүрмін ғой, болып жатқан жоқ та, мен соған таңғалып жатқаным ғой, сұрап жатқаным. Ертең қабылдайды. Ертең қабылдайды. Жақсы. Сол кезде салыстыруға болады. Сұрап жатқаным енді әртүрлі пікір айтады ғой, жалпы әкім қараның алдына барып алады, анау бай бағландардың артында жүреді, боксшылар бірдеңе деп жазып жатады ғой. Жалпы негізі сіздер үшін қаншалықты маңызды? Елеп ескеріп шақырғаны, қабылдағаны, бір
елеп ескеріп сый сияпат берген. Енді бұл сый сияпаттың артында біраз талай еңбек жатады ғой. Қанша еңбектенесің, сөйтіп осы дәрежеге жетіп чемпион болған кезде шақырады, өздерінің сый құрметін көрсетіп, сыйлығын беріп, құрмет көрсетеді. Бірақ енді жаңағыдай айтып жатсыз ғой, дұрыс емес шығар деп көбісі бай бағландардың қасына барады деп. Енді бос кезде, шақырған кезде барып, өзің араласып жүрген ағаларың болғаннан кейін құрмет көрсеткенге оны отказ жасамайсың ғой, құрметін аласың, келесің. Бірақ енді мен бір ағам мынандай көлік мінгізсе екен, бір маған ат мінгізсе екен деген ондай не жоқ. Күтіп, жаңағыдай біреуден күтіп қалмаймын да, берсе екен деген. Оны күтіп жатсаң, маған машина мінгізсе, маған ат мінгізсе деп, ертең саған машина или ат мінгізбей қалса, сен оған как будто ренжіп қандай боласың. Ол саған міндетті емес, ат мінгізуге де, машина мінгізуге де. Бірақ өздері жаңағыдай құрметтеп мінгізіп жатса, отказ жасамайсың ғой, аласың. Чемпион болғанға дейін де араласқасыз, чемпион болғаннан кейін де араласып жатсыз. Бары бұрынғыдай. Бәрі бұрынғыдай. Отылған кезімде де қасымда болған, отқан кезімде де қасымда болған ағаларым. Жалпы осындай нәрселерді психологиялық тұрғыдан қалай қабылдайсыз? Өйткені мен көп таланттарды білем, құрып кеткен осылай той-томалақта. Жекпе-жек түрлерінде әсіресе енді көбі бала кезден бастап қиын бір тұрмыстық жағдайда өскен адамдар, белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін, белгілі бір ортадан мойындалғаннан кейін осындай сый сияпат, құрмет деген сияқты бір кейбір дөкей адамдардың назарын кәдімгідей көтере алмай кеткен адамдар бар. Соның кесірінен ары қарай бір одан да жоғары деңгейге, одан шынымен де алатын белестерге жете алмай қалды да, соның кесірінен сондай бір той-томалақты көтере алмай қалды, бір-екі бір жылқы бергенді, 1-2 миллион ұстатып жергенді көтере алмай қалған, кәдімгідей сынып кеткен ондай таланттар көп шынымен де. Сондай нәрсеге жалпы өзіңіз қалай қабылдадыңыз? Сондай бір моменттер болған шығар, шынымен де бір карьераңызға деген, адамдармен деген қарым-қатынасыңызды бір қайта қарайтындай. Енді мен өз басым жеңімпаз атанып келген кезде спорттық аштығым тоқтамайды. Сен чемпион болдың. Бүгін мысалы мен әлем чемпионы ретінде әнұран шырқалды. Мен өзім ойлаймын, ертеңнен бастап мен әлем чемпионы емеспін, басқа мақсат бар менде. Менде басқа жоспар бар, басқа жеңістер мені күтіп тұр деп өз-өзіме жаңағыдай уәде беремін, өз-өзіме мақсат қоямын. Келгеннен кейін жаңағы ат мінгізсе де, жаңағыдай көлік мінгізіп, сый құрмет көрсетіп жатса, қуанып аламын. Бірақ енді мен одан жаңағыдай тойып қалмаймын. Спорттық аштығым одан тоймайды. Спорттық аштығым әлі біткен жоқ. Ең басты спортшыда көлік алса да, машина алса да, ең басты спорттық аштығы тоқтамаса, ол ары қарай нәтиже көрсете береді деп ойлаймын. Енді менде Аллаға шүкір 2021 жылдары жақсы өте табысты жылдар болды. Одан кейін кішігірім ұтылыс сондай болып жүріп, Аллаға шүкір шыдап, соңында осындай Алланың қалауымен 2 дүркін әлем чемпионы атанып келдім. 2021-ден кейін сізде енді карьераңызды былай қарайтын болсақ, шыңына шықтыңыз ғой, әлем чемпионы болдыңыз, Олимпиада ойындарында қола жүлде алдыңыз. Содан кейінгі былай карьераңызды қарайтын болсақ, сындар көп айтылды. Бұл енді сіз құлдырау болды деп ойлайсыз ба, немесе сындар орынсыз болды деп ойлайсыз ба көп жағдайда? Құлдыраумын, енді спорт деген тек жоғары жақта жүрмейсің, сен тек қана әрқашан формада жүре алмайсың. Сондықтан кейде бағым жанбай қалған кездер болды, кейде бағыма кіре алмаған кездер болды, оны мойындаймын. Кейде ұтатын қарсыластарда ұтылып қалған кездерім де болды. Сынды мен өзім дұрыс қабылдаймын. Сын дұрыс айтылса ғана. Сын демекші айтпақшы, 2023-тен былай қарай мен мысалы сол Белградтағы әлем чемпионатынан кейін бәлкім шынымен де бабының бір төмендеген болған шығар, бірақ 23-тен былай қарай қарасаңыздар, негізінен тек қана Хасанбойға ұтылған Олжас, Сәкен. Және көбінесе сол алғашқы айналымдарда кездесе береді ғой. Ең басты старттар ғой, Азия ойындары болды Ханчжоуда, иә? Азия ойындары. Одан кейін не болды бізде? Содан кейін Париж болды. Париж екеуінде де алып қарсаңыздар, сол алдыңғы нелерде басты фаворит сол түбі чемпион болып шыққан адаммен шығып отырды. Ширек финалда. Соны елемейді да, мысалы Чаңгмейде Асылбек Жалилов болды, тағы да бір Өзбекстанда болды. Ұтылғандар чемпион болып отыр ғой. Иә. Ол таза кішкене үңіліп қарайтын нәрсе де. Қайта-қайта ұтылып жатыр, иә, жарайды, бірнеше маңызды жарыс. Бірақ кімге ұтылып жатыр, қалай ұтылып жатыр, соған кішкене үңіліп қарау керек қой. Өйткені бұл жоғары жетістіктер спорты, бұл жерде әрбір миллиметр, әрбір секунд өте маңызды нәрсе де. Соны былай алып қарсаң, тек қана Хасанбой ғой ана жерде. Ұтылғанда да былай ұтылатын жоқ, бой. Төрешенің шешімі екіге бөлініп кетіп жатыр. Былай мен тарапқа берсе де болады, Хасанбайға да берсе де болады. Бірінші раунд 3-2 маған берді, екінші раунд 3-2 қарсылас тарапқа берді. Екінші раундтан кейін 2 судьямен мен ұтып тұрмын, 2 судьямен ол ұтып тұрды. Бір төреші
шешуші төреші еді, Францияның төреші. Бірақ ол ары қарай беріп тұр ғой. Болады да. Енді Хасанбай екеуіңіздің бір жекпе-жектеріңізді былай кейін енді карьераңыз біткеннен кейін былай талқылайтын болсаңыз, негізі бір кино түсіретіндей бір тарих болып қалатын тарих қой негізі. Өте бәсекелес жекпе-жектер болды. Мен одан бір бас төмен ұтылып қалдым деп айта алмаймын. Барлық кездесулер жақсы кездесулер болды. Енді ол кино, онда сценарийін құрып жіберейік шамалап. Екеуіңіз қазір бір промоутердің қол астындасыз ғой. Шамамен кәсіпқой бокста әлем титулы атағы үшін 12 раундтық жекпе-жекпен аяқталу керек шығар. Қалай ойлайсыз? Мен көретін ол логика бар сияқты бұл жерде. Бірақ ол енді қазір екеуміз бір промоутердамыз. Мен бір салмақ жоғарыдамын, одан бір салмақ. Ол менен бір салмақ төменде. Осы сіз 51-де көп жүрдіңіз ғой, сол қалай ойлайсыз, соңғы сәтсіздіктеріңізге сол салмақ қуу әсер етті деп ойлайсыз ба негізі? Енді Париж Олимпиадасында салмақтан қатты қиналған жоқпын, жақсы бабында болдым. Хасанбайда менде жекпе-жек былай болып тұр. Ол мысалы ол кездесуді маған бергенде мен ар жағында жұман, ол жекпе-жектер оңай болатын еді. Хасанбай мен ұтқан кезде қатты қуанды, басшыларына дейін қуанды, біз олимпийский чемпионбыз деп. Беттен де сүйіп алды қуанғандарынан. Енді соңында олимпийский чемпион болды. Одан кейінгі Чанмейде жаңа Таиланд өткен Азия чемпионатына салмақ әсерін берді деп ойлаймын. Салмақ ерте бастадым салмақ ұстау үшін. Сосын соның түбінде жарақат алып қалдым осы Таиландта бойға шығатын алдында. Әселбек Жариевпен рингке шығып бара жатқан кезде алдыңыз ғой жарақатты? Иә, рингке шығатын кезде жаңағыдай бізде қызырлады, размер жасаған кезде, аяғым көтерген кезде кәдімгі дауыс шықты, партия бірдеңе үзілгендей болды да ше аяғымда. Мен ол кішкене ауырып қалған шығар деп ойладым. Обезболивающий жақса да аяғым қайта құлап кете бердім. Аяқ ұстамай қалды да, сөйтіп бапкерлер шықпай қойсай дегендей айтты. Бірақ енді сонша елден келгеннен кейін шаршалаңа шайын деп тұрған кейін, үйде өзбек бауырымыздан шайын деп тұрған кейін қорыққандай болып қалмайын деп шығамай деп шықтық. Ары қарай бір удар тисе кішкене қызып ары қарай білмей кетеді ғой деп шыққанбыз. Бірақ сол жарақатта кішігірім әсерін беріп жеңіске жете алмадым. Одан кейін кеп ота жасады, операция жасамасаң болмайды. Жаңағы МРТ-ға түсірдік, кеп мен жай ғана бір созылып қалған шығар десек, бірақ ауыр жүрді. Соның өзіне кеп МРТ-ға түсірдік. Түсірген кезде аяғыңды жаңағы спортты қоятын болсаң, операция жасамай қой деді. Сен спортпен ары қарай до конца соңына дейін барамын десең, саған операция қажет. Ертең аяғың жарамай қалады деді. Сосын операция жасаттым. Екі суға желі үзіліп кеткен полный. Тізе жақ пен жамбас жақта суға желі ұстап тұрады деді. Сен жамбас жақтан үзіліп шығып кеткен ана жаққа келген деп. Оны операция жасады. Аяқтың артын кесіп, кәдімгі тігіп, одан кейін 2 ай жаттым. Балтақпен жүріп реабилитация өтіп. Сосын Кисловодского сборға бардық. Бірінші сбор, сол Кисловодского сбор болды. Кешегі финалда ойнаған қарсыласымен бірінші жарақаттан шыққан әлі парда ойнамағасын 9 раунд екеуміз бір-бірімізден қойған. Сол кезде де біраз төбелескен тұғымыз. Сол кезде бірінші көргем, жас бала өте жақсы мықты екен деп. Ресей боксшысын. Бойы қысқалау, кішкене бір Хасанбайға да келетін сияқты. Бойы қысқалау, бірақ бокс Хасанбайға келмейді. Бокс Хасанбай ол алдыға көп жұмыс жасамайды. Ол кейде баспен жасайды, өзінің қойылған коронный ударлары бар, соны көп пайдаланады. Бұл көп алдыға жұмыс жасайды. Шыдамдылығы, өзінің бокс манерасы сондай екен. Кисловодскта болды. Одан кейін неге бардық? Хабаровскта турнир болды. Бірінші алғаш жарысым. Салмақ көтердім ғой мен сол неден кейін, салмақ 51-ге операция жасап болғаннан кейін 51-ге салмақ істемеймін деп жаңағы уже. 55-ге көтерілдіңіз. Иә, 55. 55 пен 54 қой. IB жаңа 54, World Boxing 55. Біз жаңа Хабаровскке жарысқа жазылдым. Жаңа Кисловодскта сбор бітті. Сөйтіп Хабаровскке жарысқа бардық. Ол жерде 54 кг салмақ. Сол жерге бара жатқан кезде Досмат та сол жерге барды. Інісі де, өзінің туған інісі де барды. Сөйтіп балдар айттым, барып Досматпен бірінші бой болмаса екінші ойнаймын деді ше. Әлі жері болма жарыс бар жатқан кезде. Бардық. Екінші бойда Досматпен ойнауым керек мен. Бірінші бой Ресей боксшысын ұттым. Екінші кездесуде Досматпен ойнауым керек. Бірақ олар екеуі ағасы мен інісі жеребе байланысты екеуі бір-бірімен түскендіктен Хасанбай ойнаған жоқ, інісіне жол берді. Бір салмақта ғой екеуі. Екеуі бір салмақта болды сол кезде. Сонымен інісімен ойнап, інісін ұтып, сосын ақтықсында Ресей боксшысын ұтып, жеңімпаз атанып, жарақаттан кейін бірінші жарысында бірінші орын алдым. Аллаға шүкір. Содан кейінгі, мысалы жарақаттан кейінгі жолыңызды талқылайықшы қазір, 55-ке ауыстыңыз, 54-55-ке. Сіз үшін бір идеальный салмақ сияқты осы салмақ. Өзіңіз қалай сезінесіз? Жақсы сезініп жатырмын, Аллаға шүкір. Жемісін көріп, әлем чемпионы болдым. Жаңағы Хабаровскте
жеңімпаз атандым бірінші жарыстың. Одан келіп оқу жаттығу жиыны болды. Сосын мен кәсіпқой бокста маған ұсыныс түсті. Осы Бишкекте өтетін ұлттық құраманың бас бапкерінен, Қазақстан бокс федерациясының басшылығы Шахмұрат Мүтәліп ағаларымыздан рұқсатымен сол Бишкекте ойнауға жаңағыдай келісім берілді. Сосын сол Бишкекте бірінші кездесу ойнадым кәсіпқой бокста. Ол жерде кәсіпқой бокс жақсы дайындықпен бардым. Қатты зерттедік. Қарсыласым филиппиндік боксшы, топ 50-де рейтингте, профессионалда. Бірінші раундта енді бауырына тигендіктен соңына дейін шыдамай, сол бірінші раундта нокаутпен ұттым. Одан келіп сборлар, оқу жаттығу жиыны болды. Мен сосын Қазақстан біріншілігі іріктейтін болды. Семейде ол кезде де қатыспайды, өйткені сіз Қазақстан чемпионаты біткеннен кейін 2 күннен кейін тағы бір жекпе-жегіңіз бар еді. Иә, мен негізі сол аралықта қандай болды шешімдер жалпы? Біреуін таңдау керек болды ма? Таңдау керек болды, иә. Мен енді бапкерімнің жаңа біліктілігі, өз жұмысының маманы Мырзағали Құланұлы Қазақстан біріншілігіне қатысасың, сол жерде іріктеу болады. 55-те мен көріп тұрмын, барлығын ұрасын, салмақ қатты қоймайсың ғой деп. Сосын мен ар жағында 3 күннен арасы, 3 күннен кейін мен кәсіпқой бокста ол жақ келісім беріп қойған мен жолы. Қарсылас барлығы белгілі. Сөйтіп бапкерім айттым, ағай, профессионал ойнай берейін мен кәсіпқой бокс. Әуесқой тоқтатайын деген сияқты айттым ағайға. Бір ағай айтты, сен мына жерде чемпион Қазақстан боласың, сосын әлем чемпионы боласың, IBF-ге барасың деп. Негізі сонда да ойландым, қатты екі ойда болып жүрмін. Менде екі вариант болды, қайсысын таңдайын деп. Енді мен өзімнің жаңа сөзімде қатты тұрып, жаңа ағайын айтқанын тыңдамай, не істеңізбен профессионал ойнаймын. Ағайын ұсынысын ойланып, сол дұрыс шешім болатын шығар деп, сөйтіп ағаймен келісіп, Қазақстан біріншілігіне дайындалдық. Қазақстан біріншілігіне барып, бірінші кездесуімде негізі семейлік боксшы, жас боксшымен ойнадым. Бірінші раунд бітті, екінші раундта саусағымды сындырып алдым негізі. Бірінші кездесуде сындырып? Бірінші кездесуде сындырып алдым. Прям үшінші раундта вообще алдын қол ұрған жоқпын негізі. Сонымен бірінші кездесу ұтып шықтым. Келіп тренерлер, сол жердегілер біраз былай тартты, саусақты шығып кеткен. Мен де ойлаймын, шығып кетсе екен деп, сынбаса екен деп, орнына түссе деп. Ісіп кетті қол, кейін былай тартты, сосын сынықшыға барған едік. Семейдің сынықшыны іздеп жүрдік қой түнімен, кешке бой біткен. Сынықшыға бардық, ол сынықшы былай тартып көрді. Тұрды да, мынау жода сынып кеткен, больницаға бармасаңдар ойнайды, рентгенге түсіріп көріңдер деп. Сөйтіп больницаға бардық, сол жер Семейдегі больницаға бар. Олар рентгенге түсіргізген еді, қолың сынған деді. Не істейін десем, бокс ойнамайсың дейді. Мен ертең ойнауым керек, менде басқа вариант жоқ. Мен мысалы қазір ол бір бойдан кейін қолым сынды деп, чемпионат Қазақстанды бітірсем, ар жағында кәсіпқой бокста да ойнамайтын болсам, мен не анда жоқ, не мұнда жоқ, ешкім керек болмай қалам. Менде басқа вариант жоқ. Сон ұлттық құраманың Куканов Талғат деген өзіміздің дәрігер бар. Ол кісі біледі. Ол кісіге айттым, мен басқа ешкім қарсыластан білмей қойсын, бапкерім ғана біледі, ешкім айтпай қойыңыз, мен ойнаймын, саусағым сынғанына қарамай ойнаймын деп. Ертесі күні шығатын әр ненің алдында жақсылап тейіп жасап, рингке шыға берді ғой. Ар жағында 4 кездесуімде сынық қолым ойнадым ғой. Негізі ұрсаң ауырады, бірақ шыққаннан кейін рингте уже сен ұтуың керек, мақсатың ұту, ауыратқанына қарамай жұдырықтасасың ғой. Сөйтіп шығып, Аллаға шүкір, чемпион болып, кейін ар жағында кәсіпқой боксқа сол Семейден Алматыға ұшып, Алматыдан Бишкекке ұшып, сөйтіп Бишкекте бойымды өткізіп, ол жақта жеңіске жеттім. Қырғыз боксшы, жас боксшы еді. Оны ұтып, кәсіпқой бокста екінші кездесуімде де жеңіске жеттім. Қазақстан біріншілігінде жеңімпаз атандым. Сөйтіп чемпионатқа келіп, үйге келіп, КТ-ға түсірді еді, қолды. КТ-ға барып түсірген едік. Ол жерде жаңағы травматологтар, ой, бұл операция жасамасаң болмайды деді. Жыл сайын операция жасай бересің бе деді. Жырғып жер дейсің ба бір саусақ? Иығыңда сынған, барлық жерде неған кезде операция жасай берем бе деп. Операция керек емес дегенім, қолың жарамайды, олар да қорқыта береді, қолың жарамай қалады, ертең ауырайды, қақсайды деп. Сонымен өзіміз жаңа таныс ағалар болды, оларға да көрсеткен едік. Олар да операция деді, бірақ мен гипсте қойсаңыздар дедім. Мен чемпионат мир болды, мен бір айдан кейін. Мен соған қатысуым керекпін дегенім. Онда гипсте қоямыз, бірақ ол бір ай тұру керек негіз деді маған. Бір ай тұру керек негіз деді. Боп жарайды дедім. Сөйтіп қолым тартып гипсте қойып берді. Сосын мен арға 2 күннен кейін тренировка бастай берейін, мен басқа тренировка қыламын, істемесем мен дайын болып үлгермей қаламын чемпионат мирға деді. Сөйтіп арға басқа жаттығуларымды жасай бердім.
бір интернетке салдық қой, сол сынып тұрған саусақ гипстеліп тұрғанмен тренировка жасадым. Сосын Ташкентте оқу жаттығу жиын алдында кетіп бара жатыр. 4 күн бұрын ба, 3-4 күн бұрын барып гипсті шешіп беріңіздер деп айттым гипстегендерге. Олар ерте деді негізі. Мен әлем чемпионатына баруым керекпін. Шеше салыңыздар деп келісіммен олар шешіп гипсін алып тастады. Сөйтіп Ташкентке бардық. Қайта тұздап, Аллаға шүкір қолым жазылып кетті сборда, ондай қатты әсерін берген жоқ. Кейін оқу жаттығу жиында жақсы дайындалып, сосын әлем чемпионатына бардық. Әлем чемпионатында 5 кездесу өткіздім, 5-ін жеңіске жетіп, жеңімпаз атандым, 2 күн әлем чемпионы болдым. Енді жеребеде барлығы бір-біріне жақын болып қалды сондай риск. Сондай рисктер негізі кәсіпқой спортшының несінде болады, карьерасында? Болады, иә. Енді бірдеңе жету үшін бірдеңені кешу керек болды. Мен кішкене саусақ болды, мен қатты ондай маза алмайды. Ең бастысы жеңімпаз атануым керекпін деп. Сынған сөзді қарамай бокс асып келдік қой. Қазір енді қалай? Енді операция жасау керек па? Операциясын болды, осылай қалды ғой, қисық өтсе қала берді. Біраз боксерлар да бар негізі, біраз боксер болғаннан кейін басын орасын кейде сынады, сондай олар. 51-ден 55-ке ауысқаныңыз сізге бір жақсы салмақ дегенім негізі боксыңыздан көрінді. Қазақстан чемпионатын көрдің бе сотай өзің? Қазақстан чемпионатын, IBA-ді көрдік. Негізі сол соңғы 2 жыл жаңа айттық қой, сол басты старттарда ұтылғаннан кейін қазір қайрадан бір жаңа бір бабының шыңына шыққандай болып көрінді, жаңа салмақ деген сияқты. Енді менде іштей жанкүйер ретінде ең алдымен өзім ішімде де сұрақтар туындай бастайды. Оқты өткенде IBA-де Сәкенді көрдім, мынау жігіт әлі де ары қарай ұралады екен ғой деген сияқты. Сосын ойлаймын, алда олимпиада бар бізде, 3 жылдан кейін. Қазір World Boxing шамамен салмақтарды белгілеп қойды, 55-тен басталады деймін, қателеспесем. 55-тен басталады. 55-тен басталады, как раз 55. Бірақ ол жақта Махмұт өзінің қазірдің өзіне бірінші нөмір қылып бекітіп қойғандай. Сондай сұрақтар туындайды да, бұл бір ешқандай от салу емес, бұл таза бір спорттық дүние, бұл мүдде бар, әр спортшының мүддесі, арманы бар, бұл олимпиадаға бару, олимпиадаға барып қана қоймай алтын алып келу. Бізде қазір осындай өте бір бәсекелестік мықты салмақ бар, өйткені Санжар да келуі мүмкін, ертең мен де олимпиадаға барғым келеді, бағым сынағым келеді, мен де көрейін, 55-ке көтерілейін деген сияқты. Сонда бізде бір салмақта 3 бірдей әлем чемпионы бар. Оның 3-і де 2 дүркін оған қоса. Соңғы 2-3 жыл мысалы түк қалдырмай бүкіл алтындарды жеңіл салмақта алып жүрген адамдар. Осындай ситуация туындайды да, сонда біз осындай ситуацияда не істейміз? Маған Сәкеннің ойы қызық осы жерде. Шынымен де мен ары қарай олимпиадаға талпынып көремін бе, әлде мен қазір осы уақыттан бастап кішкене кәсіпқой боксқа қарай бет бұрам ба деген сияқты. Жалпы осы ситуацияға қатысты өз іштей ойың қандай? Енді кеше Ливерпульда әлем чемпионы болып келген бауырларымыз, біздің салмақта енді Махмұт бауырымыз номер 1 боксшы деп бекітілген. Одан бөлеген Санжар, ол жеңіл салмақта. Мен 2-ші нөмірлі боксшы болып, кеше Қазақстан біріншілігінде жеңімпаз атанғандықтан осы әлем чемпионатына барып, жеңімпаз атанып келдім. Ол да 2 дүркін, мен де 2 дүркінмін. Бірақ енді ол жерде бекітілген 1-ші нөмірлі мысалы Махмұт Сабырхан болғанмен, қазір таңда біздің Қазақстан бокс федерациясының басшылығы өз ұстанымдары бар. Сен 1-ші нөмірлі боксшысы болдың, сен Азия чемпионатына барасың, сен әлем чемпионатына барасың деген ондай қағида жоқ. Кім сол кезде жаңағыдай бабында болады, кім мықты болып тұрады, кімнің денсаулығы жарап, жақсы барып нәтиже көрсетеді деген адам шын мықты барып жатыр. Ондайға көз қарасын. Мысалы Махмұт барса да, мен барсам да, Санжар барса да, одан бөлек басқа жігіттер де бар, негізі 55-те. Нұрсұлтан бар. Нұрсұлтан Алтынбек, одан бөлек тағы біраз жақсы. Біз енді бокс Қазақстан номер 1 спорт қой, қатты дамыған, бізде бәсекелестік өте жақсы. Сондықтан кім барса да, менде ондай қызғаныш, көзқарас, реніш жоқ. Кім бабында болады, сол барады деп ойлаймын. Мәселе ода емес, менің айтып отырғаным, бұл жалпы өзің олимпиада үшін әлде бір бәсекелестікке түсуге дайынсың ба? Сондай жоспар бар ма деген мағынада ғой жалпы? Мен айттым ғой, спорттық аштығым әлі біткен жоқ. Алда қандай жарыс болады, қандай маған мүмкіндік беріледі, барлығын қолдануға бар күшімді саламын. Кәсіпқой болса да, әуесқой бокста да маған ұсыныс беріп, Азия біріншілігіне или Азия ойындарына, мүмкін әлем чемпионатына өнер көрсетіп жатсам, бар күшімді салып, әлі аштығым біткен жоқ бұйырса, соңына дейін бокстасам. Осы спорт таңдағаннан кейін, спорт деген оңай нәрсе емес. Спорт жылағандық емес, шыдағандық дейді. Шыдап келе жатыр, Аллаға шүкір. До конца шыдап жұдырықтасамыз. Өте жақсы айттыңыз. Жылағандық емес, шыдағандық. Бірақ маған қараңызшы, 55-те өте қызық ой келді да, егер Санжар көтерілетін болса,
үшеуіңіз де екі дүркін әлем чемпионсыздар дәл қазіргі сәтте. Сонда Қазақстан чемпионатында үшеуіңіз бір салмақта түсетін болсаңыз, Қазақстан чемпионатын жеңіп алу әлем чемпионатын жеңіп алудан қиын болып тұр ғой. Абсолютно әлем чемпионы деген сөз ғой. Шамамен. Жоқ, енді былай логикаға салсаңыз, сонда Қазақстан чемпионы егер осы салмақта үшеуіңіз түсетін, ол олимпиада чемпионы болу керек. Былай да бұл, өйткені егер қарайтын болсақ, әлем чемпиондары бар. Сосын кішкене көрдің бе, мен мысалы сол неде Абай аренада болған Қазақстан чемпионатында енді адамдарды көресің ғой отырған, адам аз. Сол кішкене сол нәрсені түсіне алмадым да, сосын ойладым бәлкім жұлдыздар жоқ сол себепті шығар. Өйткені сен интернетті ашсаң, ойбай бокс дегенің сұмдық енді. Бокс деген қаралымда, комментарийіңде, ақпатың не керек бәрі бар. Бірақ аренаға адам неге келмейді? енді Абай облысының қызығы сондай болған шығар. Бәлкім солай болған шығар. Былтыр бір жыл бұрын бірақ Шымкентте, Қарағандыда, басқа қалаларда өтетін бокс кештерінде кірудің өзі қиын болып қалады. Ертерек бар болмаса. Енді осындай мысалы үш бірдей әлем чемпионы бір салмақта бокстаса, ол қалған салмақтарда жететін. Мысалы Төрехан мен Абылайхан ертең 70-те бір салмақта бір Қазақстан чемпионатына қатысып жатса, енді бұл сұмдық нәрсе ғой негізі. Қазір салмақтар қысқарып жатыр ғой. Қысқарған сайын бәсекелестік көбейе береді ғой негізі. Олимпиадада мысалы 7 салмақ, барлық салмақтар бір-бірін кішкене алыстау, барлығы салмақ олимпийский салмақта бокстасқысы келеді, бәсекелестік жоғары болады. Сіз енді Санжармен бір бокстастыңыз, бір жекпе-жек өткіздіңіз. Бір емес, 2 рет кездестік. 2 рет па? 2 рет кездескен. Таиландта бір рет ойнағанбыз, Спартакиадада финалда ойнадық. Таиландта Спартакиадағын еске түсіретін болса, оның өзі тарихта қалатын бір жекпе-жек болды. Басталған кезде жаңағы Санжардың шығуы сес көрсетіп, бірақ енді сөзсіз ол кезде сіз жеңімпаз атандыңыз. Ары қарай сол жекпе-жек нөмірі бірінші боксшыны шешті ғой жалпы сол кезде. Енді мен Азия ойындарына ұтылып қалдым ғой, жаңағы Хасан Майдосына ұтылып қалдым. Сосын енді сында болды, мүмкін басшылардың да ойлары да барлық басқа баланы алып барайық. Санжар бауырым сол кезде 48-де чемпион мир болып тұр. Енді Қазақстанда жұлдыз болып тұр, әлем чемпионы болып келгеннен кейін мен енді әлем біріншілігіне ұтылып қалып, сосын Азия ойындарына ұтылып қалдым. Енді сол 51-де Санжарды алып барайық деген барлығында елде болсын, басшыларда болсын, барлығында ондай ой болды. Сондықтан сол жерде Спартакиада барлығы қатысты. Кім ұтылды? Азия ойындарында барлығына қатысты. Асланбек Шымберген ағамыз бен Қамшыбек Қоңғыбаев ағамыз ғана жұдырықтасқан жоқ. Қалған барлығы ойнады. Сол жерде шаршалаңда көрдік қой, кім ұтты. Жеңгендер жеңіп шықты. Жеңген жеңіп шықты. Ары қарай лицензияға барды. Ол лицензияны барып сатып алған да жоқпыз ғой. Бар лицензияны ұтып алдық. Барлығы ұлттық құрама толық құрамамен қатыстық. Енді олимпиадада кішкене сәттілік жетіспеді жігіттерге, барлығымызға. Иә. Өкінішке орай 2 олимпиадада алтын ала алмай қалдық. Енді бұйырса қазір Қазақстан бокс федерациясы, ұлттық құрама командасы барлығы жақсы жұмыс жасап жатыр. Негізі мақсат осы Лос-Анджелесте оның алдын кеткен олимпиаданың есесін қайтарып, Алла қаласа жақсы нәтижеге қол жеткізу. Жоқ, сол жекпе-жектің алдында жаңағы мысалға Санжардың өз-өзін ұстауы рингке шыққан кезде бұл жалпы бокста рингтің ішінде бұл мақұлданатын тірлік па негізі? Енді әркім өз несі бар ғой, ұстанымы бар, әркім өзінің жаңағыдай не дейді, рингке шыққан кезде көрсететін өнері бар. Ол өзінің өнері Санжар бауырымыз сондай болып тұрса, мен қарсы емеспін. Әркім. Енді ескі школаның өкілі ретінде, адам ретінде, «Хей!» деп жоқ қой ондай негізі. Жоқ, мен ол дұрыс емес ол деп айтпаймын ғой. Ешкім өзі шаршағанда кім не істейді, соны істегісі келеді. Енді жұлдыз болып тұрған кезінде бокстасыз ғой, Санжармен тек шаршалаңда ғана қарсыласпыз, былай сыртта доспыз, бауырымыз, мен іні ретінде көремін, олар аға ретінде сыйлайды. Оларға ешқандай жаманшылығым жоқ. 2 дүркін әлем чемпионы болған кезде мен өзім чемпион болғандай қуандым. Санжар болсын, Махмұт болсын, қазақ шықса, қазақтың туы көтерілсе, қазақтың әнұраны шырқалса, неге қуанбасқа? Мен салман болса да қуанамын. Ешкімге андай қызғаныштен көзқарас жоқ. Кім мықты, кімнің бабы келіп тұр. Қазақта айтады, жігіттің тағымен талассаң да бабымен таласа алмайсың деп. Баптары жанып тұр, бақтары жанып тұр. Сізде бірақ енді спорттық жолыңызда бір сұрақ қалай қойсам болады? Өкініш жоқ шығар, немесе бар ма? 2 рет олимпиадаға қатыстыңыз. Әлем чемпионатына бардыңыз. Олимпиададан алған жүлдеңіз бар. 2 дүркін әлем чемпионысыз. Мысалға да дәл қазіргі кезде, былай айтқан кезде спортты қоя салсаңыз да, еш өкініш жоқ қой сізде. Өкініш жоқ болғанда, мен әлі жетпеген жаңа мақсат армандарым бар негізі. Енді әркімнің өз олимпиаданы армандайтын. Мысалы мен қазір кәсіпқой бокста әлем чемпионы болғым келеді. Кәсіпқой бокс қазір бастамда 2-ақ ойындарында ертең қойып кетсең, ол да болмайды. Мен қазір кәсіпқойда маған жақсы ұсыныстар беріп жатыр. Азия белбеуіне бокстасын, одан кейін әлем чемпионатын белбеуіне бокстастырамыз деп, мықты-мықты қарсыластармен шығасын деп. Әуесқой бокста да жетпеген
арманым бар олимпиада. Екі олимпиада тек қатысу емес қой, барғаннан кейін сен алтын алуың керексің, медаль алуың керексің. Мысалы мен өзім үшін Токио олимпиадасының қола медалі екі рет двукратный олимпийский чемпион болып тұрмын ғой. Алтын алып тұрмын. Әлем чемпионы болып тұрмын. Әлем чемпионына қарағанда маған олимпиаданың медалі өте жоғары мен үшін. Олимпиаданың қоласы болса да, әлем чемпионына қарағанда ол мен үшін жоғары. Ол 4 жылда бір өтеді. Оған қанша әлем чемпиондарда ол медаль жетпегендер де бар. Аллаға шүкір, онда бағым жанып сол Токиода қола медаль, бірақ кішкене өкініш бар сол жерде. Мүмкін сол бойда сәл жартылай финалда да былай болып қалдық ол кезде. Болғанда бірінші раундта кішкене нокдаун ташты, 5-0 былай берді, екінші раундта 3-2 маған берді. Екінші раундта да 3-2 берді, бірақ ана төрешілер басқа төрешілер беріп отырды. Үшінші раундта сонымен қорытынды есеп 3-2 кім Япай өтіп кетті. Ол кезде де олимпиада чемпион. Мен былай қарап отырсаң, ұтылған олимпиадаларымда ұтылған қарсыластарым олимпиада чемпион болып жатыр ғой негізі. Мен ұтылып, ол қарсыласым келесі бой ұтылып қалған жоқ та. Шын мықтылар ұтылдық. Былай қарап тұрсақ, қазір сол қарсыластарыңыз кейіннен чемпион болып жатқандар. Бірақ сіздің осы спорт ғұмырыңыздағы бір ерекше параграф бұл меніңше Хасанбай Дусматов. Мысалға Дусматовты жеңдіңіз ғой Белградта, содан кейінгі жекпе-жектерде мысалға не жетіспеді? Одан кейін бір жеңілгенде, екі жеңілгенде бұл психологияға әсер ете ма, немесе оны профессор деп атап жатады ғой, мүмкін ол шынымен көп нәрсені өзгертіп жібере ма? Былай қарасаңыз, сіз бірінші раундта көбіне жеңіп жатасыз Хасанбайды. Бірінші раундта жеңіп, сол жұмысымды ары қарай жалғастыра беру керек деп ойлаймын. Бірінші раундта төрешілер маған бермегендіктен психологически кішкене сол маған кішкене әсер етеді ау деймін. Бірінші раундта келесің да бапкерден сұрайсың, шот қандай болды деген. 3-2 деген кезде олимпиадада вроде нормально ойнап келдім, 3-2 беріп тұр деп кішкене сол жақтары да мүмкін әсер береді да сол төреш жағында. Одан бөлек Хасанбай енді жай боксшы емес қой. 2 дүркін олимпиада чемпионы, кеше 2 дүркін әлем чемпионы болды, Азия ойындарының чемпионы. Бәрі профессор деп айтады ғой жаңағы. Бірақ рингте мықты, өте ойлау қабілеті, өзінің қойған тактикалары, ұстанымы жақсы. Жұдырықтасып өзінің еңбегімен жеңіске жетіп жатыр ғой. Енді бірақ қатты ұтылып қалып жатқан жоқпын. Жаңа кішігірім бірінші раундтағы сол тактикамен даган ойнап шығуым керек болады да маған. Мен сол қателігім бірінші раундта жеңіске жетем, екінші раундта уже маған төрешілер 3-2 беріп, жаңа кішкене раундты басқаша бергеннен кейін уже боксымды кішкене өзгерткім келеді да. Мен сол өзгертпей сол бірінші раундта қалай бастадым, үшінші раундқа дәл сол ойнау керек еді негізінде барлық кездесуде. Кейін енді көп анализ жасайсыз ғой ол жекпе-жектерді. Анализ жасайсың, үйде түнде оянып кететін кездерде болатын шығар. Шілей енді оянып кеттім дейсің, Хасанбай. Артық айтып жүрдім. Жоқ, енді былай қарасаң, крупный старттарда сол болып тұр ғой енді. Жеңіліп қалып жатқан қарсыласыңыз. Азия ойындары, олимпиада ойындары, Азия біріншілігі, әлем чемпионаты 4 рет жұдырықтастық қой. Кәсіпқой боксқа қатысты. Мысалы мен сол жапондардың промоушнмен жұмыс жасай бастаған оқыған кезде қуанып қалдым, мынау дұрыс болған екен деп. Өйткені негізі бір 60 келіге дейін дейікші, жалпы 60 келіге дейін бүкіл кәсіпқой бокс индустриясы Жапонияда негізінен. Олар кәдімгідей басып алған негізгі деген бас жекпе-жектер сол жақта өтеді. Қазір мысалы арабтар да тіпті жүгініп соларға қазір мысалы Накатани мен Иноуэны алып жатыр да мысалы. Олар екі жапон қазір жеңіл салмақтарда сол 55-57 маңайында паунд фор паундқа кіріп кеткен. Енді күш жұмыс жасайды сол жақта. Сосын оларда модель кішкене басқаша. Олар америкалықтар сияқты бір 30-0, 40-0 дегенге бармайды. Олар 5-0, 8-0 мен чемпиондық жекпе-жектерге шығарып жібереді. Егер сенің деңгейің жетіп тұрса, олай ұзақ дайындамайды да, шығарып жібереді. Ондай боксшылар көп Жапонияда. Жалпы осы жаңа айттыңыз ғой, мысалы, Азия чемпионы боласың, кейін әлем чемпионы боласың дейді. Сол мысалы промоутерлер өздері бір жоспар құрып берді ме? Келесі қадамдар қалай болады? Бәлкім бір срок қойылған шығар, уақыт осынша уақытта біз мысалы WBA Азияны аламыз, одан кейін барып WBA World аламыз деген сияқты. Олар негіз маған бірінші кездесуімнің алдында да, бірінші кездесуімнен кейін де кәсіпқой бокста бірінші нокаут бұтқан кездің өзінде олар маған сен 4 бой, 5 бойда әлем чемпионатына жұдырықтасасың деп маған ұсыныс жасады. Сен әлем чемпионатында рейтингке кірсең, әлемдік рейтингке кірсең, сен біз бокстастырамыз чемпионмен деп ұсыныстарын айтты. Мен бірінші кездесуін ұтқаннан кейін олар маған екінші кездесуімде 10 раундтық не бермекші болды маған олар. Азияның белбеуіне. Филиппиндік боксшы да еді. Сонымен жұдырықтасасың ба. Мен сөйтіп оларға, мен бір раунд бокстастым ғой, мен кәсіпқой бокстың әлі қыр-сырын қатты білмеймін. Тағы бір жұдырық
тағы бір жұдырықтасайын екінші кездесуім, ал үшінші кездесуімде 10 раундқа шығайын деп айтқан болатын. Екінші кездесуімде қырғыз боксшыға ұсыныс қабылдады, бір қарсыластар отказ жасады. Сондықтан осы соңында екінші кездесуімде қырғыз боксшымен жұдырықтастым. Белбеуді маған ұсынған белбеуді олар японец, тағы бір япониялық боксшымен филиппиндік боксшыны бокстастырды. Сол біздің барлығы бір картта жұдырықтастық. Японияның несі отты, Японияның жігіті отып, ол да біздің промоутерда. Қазір ол белбеу мен бокстастырайын деп жатқан 52 деген салмақта белбеу біздің командада да. Олар енді үшінші кездесуде екеумізден жұдырықтастырайын деп жатыр негізі. Кім ұтса да оларға не жоқ. Минус жоқ. Титул сол өзінде қалады, өздерінде қалады. Олар жақсынан да енді америкалық жаңағы топ рэнк сияқты нелерді олар бір-бірімен жұдырықтастыра береді деген. Солай ұсыныс жасап жатыр, бірақ апрельде маған бой беріп жатыр бұйырса. 8 раундтық болады. Содан кейін сол жаңа өзіміздің белбеумен жұдырықтасу мүмкін. Ол белбеуді кім алады? Ары қарай әлемдік рейтингке кіресіңдер, чемпионмен жұдырықтасамыз деп жатыр. Анда сен сол жүрмейміз деп жатыр олар. Сен 15-те 0 қылып емес, бірден мықтылармен бокстасасың. Сіздің енді әуесқой бокстағы регалиялардың жетістіктеріңізді қарап елеп ескеріп отыр олар барлығын. Сөйтіп енді былай қарап отырсаң, әуесқой боксында өз қиыншылығы бар, кәсіпқой боксында өз қиыншылығы бар. Сондықтан кәсіпқой бокста да сәл кішкене тәжірибе жинау керек ол жақта да. Сондықтан мен қатты асығыс жасаған жоқпын. Мысалы, екінші кездесудің өзінде 10 раундқа шығуға болатын еді. Мен бірақ тағы бір-екі бой ойнап алайын деп жатырмын. Олар енді ұсыныстары 4-5 бойдан кейін жаңағы чемпиондық бойға бокстастырамыз деп жатыр. Егер сол 10 раунд келісіп Филиппинмен шыққан кезде енді көрдіңіз ғой жекпе-жегін деңгейін, жеңуге болатын еді ғой. Жеңуге болатын еді, бірақ енді бокс қой бұл жерде ана перчаткалары кішкене мына жерде жеңу жоқ, басқашалау, одан кейін қатты асығыс жасап қалып кішкене өкім қалмайын дедім. Қалай деймін, анау ұзақ раундтар қатты әсер етеді. Өйткені біздегі мысалы 3 раундта өнер көрсетіп жүрген жігіттер тіпті 4 раундқа шығып кеткенде кәдімгідей сезіліп қалады. Сондықтан оның да бір жөні бар шығар. Енді Дубайдағы әлем чемпионатына оралып бір айтып кететін болсақ, қысқаша біз енді көп талқыладық ол әлем чемпионатын. Минус жақтарын да айттық, плюс жақтарын да айттық. Енді плюс жағы түсінікті, бірінші кезекте үлкен ақша, жасырып не істейміз оны. Сол енді финалға шейін өткен жекпе-жектеріңіз енді шыны керек бір сарында оңай болды деп ойлаймыз. Сіз өзіңіз келісесіз ғой жалпы осы пікірмен? Ең қиын жекпе-жек финал болды ғой сіз үшін? Енді бірінші кезекте айтып кетерім, мен чемпионат Қазақстанда жақсы формада болдым. Семейде мықты формада болдым. Кішкене саусақ сынып жаттығулар сәл өз әсерін беріп, сосын неде әлем чемпионатында мен 100% формада болдым деп айта алмаймын. Сәл кішкене тәжірибемен жұдырықтастым. Кейде аяқты тұрып қалған кездерде болды. Өзім қателігін білем. Енді келесі жарыстарға қазір таңда бойларымды қарап, өзімнің қателіктерімнен жұмыс жасап жатырмын келесінде. Өзімде жаңа мойындаймын. Финал өте қиын жекпе-жек болды. Шыны керек қатты қуанмаған. Бой қалай болады деген Ресей боксшымен жұдырықтасып жатырмын. Қазір бойды береді ме береді. Білесіз, ресейліктер сондай бір-екі нелері болды. Береді ме екен деп, бірақ енді іштей тілеп тұрдым. Көк бұрыш, жаңа блу деп айтты екен деп, көк бұрыш деген кезде қуандым іштей. Бірақ жекпе-жек оңай болған жоқ негізі. Халықта айтады ол сын, бірақ барлық жерде болады ғой. Бойдан кейін де, бойдың алдында да. Ол боксшы да ары қарай сұхбат беріп қыздырып жатыр. Мен жеңілген жоқпын дегенде енді шағым айтып жатыр. Жалпы финалда жеңілген жақтың бәрі шағым айтып жатыр ғой бұл әлем чемпионатында. Өзбек боксшылар бар оның ішінде. Бізде де мысалы кетіп қалды деп айта аламыз. Сабыржанның жекпе-жегі. Олар да кетіп қалды деп жатыр. Сондай қызықты жекпе-жек болды. Ашық аспан асты оны қатты әсер еткен жоқ, Қатты әсер еткен жоқ. Тек кешке ғана жұдырықтасып бастады. 5-терде жаңа кешкі уақыт күн батып, салқын түскен кезде болып жатты. Олай қатты ондай ыстық, қапырық ыстық болған жоқ ондай. Жекпе-жектен кейін сұхбат бердіңіз ғой, бірден сұхбат алды, шаршап тұрдыңыз, бір ашу, за болған сияқты болды да ішіңізде. Айтып тастай алмаған сияқты болдыңыз да. Бір хейтерлерге өзіңіздің. Жоқ, хейтерлер ештеңе айтпаймын. Ол хейтерге айтсаң тағы бәрібір айтынан хейт болады, ол барлық жерде. Бокс болмаса да басқа салада барлық жерде бар деп ойлаймын. Сондықтан ол болғанда дұрыс шығар. Хейтерлер кейде енді тым артық кетіп жатады ғой енді бізге. Үйреніп қалдыңыз ғой немесе? Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, азар арадан баласы дейді. Тамағы тоқ, жұмысы жоқ, адамдар сөйтіп жазады. Басқа ештеңе деп ойламаймын олардан. Хейт жазатындарға. Өздері шаршалаңға шығып көрген жоқ, жұдырықтасып көрген жоқ. Ол
жарыс бөлек, рингке шыққан бөлек. Енді бірақ біз осының маманы болғандықтан біз енді осыған дайындаламыз. Енді ол сыртта отырып айту оңай, шаршалаңға шыққан кезде біз өзімізде кейде бәрін дайын тұрасын десең, шаршалаңға шыққан кезде ойларың жан-жақты болып кетеді, қиын моменттер болады. Былай шешім қабылдайын деген кезде басқаша болып кетеді. Қиын жақтар бар, оны әркімге түсіндіре алмайсың. Ешкімге ақталмаймын. Қолымды көтермесе ұтылдым, қолымды көтерсе ұттым. Солай жүріп қой енді барлығына шыдап келе жатырмық. Анау Рогозин бар ғой, сол Вячеслав ресейлік боксшы, сонымен жұдырықтасқаннан кейін, финалдан кейін жалпы сөйлестіңіз бе? Оның бір айтқан пікірі бар шығар, бәлкім оның тарапынан, өйткені тіпті ресейлік журналистердің де көп жазғаны бар ол туралы, кәдімгідей біздің жеңісті ұрлап алды деген сияқты. Мысалы, онымен бір пікір алмастыңыз, енді таныс болып тұрсыз ғой, оған дейін мысалы... Таныс болған енді, оны жаңа Хасанбай сияқты қалайсың бауырым, денсаулық қалай берді, ондай жоқ ондай, былай танимын. Бірақ ол өзі мысалы айтты ма келіп, мен жеңгендей болдым деген, мысалы өзара бір диалог болған жоқ. Шыны керек, ол жаңа мен қолым көтерді, шаршалаңға шықтым, одан кейін көрген жоқ мен оны. Негізі, былайша айтқан кезде сіз онша бабында болмадыңыз дедіңіз ғой, түсініп отырмын, негізі семейдегі басқаша болды бәрі сіздің жекпе-жектеріңіз. Анау Кремлев реванш ұйымдастырып бермекші Холоков пен Шумковқа, өйткені даулы эпизод болған, құлағын тістеп алған, анау оны отрицать етіп жатқан жоқ, ол мойындап тұр, бірақ алтын жүлде қалды бәрібір да. Енді кәсіпқой бокстың ережесі бойынша жекпе-жек ұйымдастырмақшы. Сізге де мүмкін ұйымдастырып жіберетін шығар мүмкін. Бірақ сізде айтпақшы япониялық промоутерлар ғой, иә? Сөйлесу керек болады. Ол жерде IBA Pro, кәдімгі белбеу 8 ба 10 раунд па сондай кетіп жатыр да. Бұл жақта жапониялық промоушннан рұқсат алу керек шығар олар, иә? Иә, рұқсатын жоқ. Онсыз болмайды ғой. Үлкен сумма ғой енді, олар қызықтырып жатыр, $300,000 келесі әлем чемпионатында тіпті $500,000 береміз деп жатыр. Бұл сіздерге қалай әсер ете ме? Дайындықтарыңызға, мотивацияға, жалпы сондай қомақты қаржылар? Енді спортшылар үшін әркімге әртүрлі мотивация ғой. Біреуге ақша мотивация, біреуге жаңағыдай тарих, біреуге өзінің атын шығарса, біреу бір чемпион болса деп. Енді бір жағынан бірінші жақтан елдің намысы, одан кейін өзің чемпион болсаң, тарихта қаласың, бір елге үлгілі азамат боласың, сен артында жанкүйерлерің болады, жас балдар сені көреді деген сияқты. Сол жақтан мен өзіме мотивация аламын. Ал ақшалай жағы мен үшін екінші орында. Сіз бір рет одан алда чемпион болдыңыз, айтыңызшы жас боксшыларға бір не болсын, бір сабақ болсын. Чемпион болсаң, өзі келеді ғой жалпы ақша. Мен өзімнің ағам бар, боксер, мен бокс әліппесін үйреткен. Сол маған кішкентай кезінде айтқан, сен ақшаны ойлама, сен қызды ойлама, ештеңе ойлама, сен жұдырықтас, чемпион боласың, барлық өзі келеді деген. Мен сол сөзі есімде қалған кішкентай кезімнен бері. Мен ақшаны ойламаймын, өзім нәтиже, жаңағыдай тек чемпион болып ойлаймын, қалған Аллаға шүкір. Чемпион болсаң, көлік те келеді, машина да келеді, қыз да келеді, бәрі келеді. Үй де келеді, ақша да келеді. Қыз деген енді келіншек те, дұрыс ойламай қаласыз да, қыз деп құтырып жүреді екен деп. Отбасыңыз туралы сол кезде айтып қалдыңыз, анаңыз жол апатына түсіп қалды, сол анам арнаймын деп. Жақсы ғой бәрі? Аллаға шүкір, жақсы, анам. Анам арнайтын, енді сондай кішкене сондай сынақ болды, бір 2 айдай төсек тартып жатты анам. Қазір Аллаға шүкір барлығы жақсы. ТТП жол апатына түскен болатын. Қазір барлығы жақсы. Оны арнаған себебім, анашым әрқашан мен қандай жекпе-жек болсын, простой турнирге барсам да, мен жекпе-жегім көре алмайды, уайымдап отырады. Менен де қатты қобалжиды. Жарыстың қашан бітеді екен деп дұрыс ұйықтай алмайды. Жарыс қашан бітеді, сол моменттен бастап дұрыс ұйықтап, кішкене ойы жинақталып, баласы болғаннан кейін уайымдайды ғой. Сізге қарағанда көбірек уайымдайды? Иә, мен әр жекпе-жектің алдында, әр бойдан кейін хабарласып отырамын анаммен, ақ батасын алып, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады, ұйықтай беріңіз деп. Бірақ сонда да білемін, анам дұрыс ұйықтай алмайды, жарысым қашан бітсе не болады екен деп уайымдайтын. Сондықтан жеңісімді анам арнадым. Чемпион болғаннан кейін келеді дедіңіз ғой, ақша, қыз келіншектің бәрі. Сіз чемпион болғаннан кейін үйлендіңіз ғой? Чемпион, иә. Олимпиадада қола медаль алып келдім, сосын 2 айдан кейін әлем чемпионы болдым. Сол 2021 жылдың аяғында үйлендім. Бәрі ағаңыз айтқандай болған екен онда. Былтыр шыққан ақпарат, сол кезде сіз келгеннен кейін, енді Олимпиада жүлдегер, әлем чемпионы болып келгеннен кейін түсінікті үй берді, қателеспесем, Түркістан қаласынан. Сол үйге байланысты кейін то берілді, то берілмеді болып кетті. Нақты шешілді ол мәселе? Шешілді. Мен оны бірақ өзім шығарған жоқпын.
біз шығардық қой. жоқ, мен әкімшілікке де біреуге болсын ешкімге ренжімеймін. Мен берген нәрсені аламын, бермесе сабыр сақтап берген нәрсені беру керек қой, сол нәрсені олардікі де қызық қой. жоқ, ол берілді, просто ол жерде документ кішкене дұрыс болмай қалып, оны мен қасымда сіздің аттасыңыз Олжас деген ағам бар, ол блогер, сол ағам айтып едім, сол интернетке шығарып, соны жан-жақ тарап кетті. Негізі ол Олжас ағам айтпағанда оны ешкім білмей жүретін едім. Олжас мамыр бауырымыз айтады сол. Біліп тұрсыз ғой. Иә, ондай мәселелерде ол берілді, барлығына рахмет. Түркістан қазіргі әкіміне де, одан алдыңғы әкімшілікке де, Дархан Сатыбалдыға да, Өмірзақ Естайұлына да, қазіргі әкімімізге де барлығына алғыс. Үш әкім ауысып тастапсыз ғой уже. Ауыстырамын. Енді әкімдер көп ауысады. Анау, иә, әкімдер көп ауысады, бір әңгіме есіме түсіп кетті да, анау. Бір әкімнің кезінде берілген уәде, сен екінші әкімнің кезінде чемпион болып келіп жатсаң, берілмейді да орын алмайды. Өйткені анау әкім берген ғой уәдені. Сонда біз боксшылар көп зардап шеккен екен. Сондықтан заң жұмыс істеу керек, адам емес. Ең алдымен. Заң істесе, сол заңға барлығы тәуелді болады. Бір адамның қабағына қарамай. Ол да бар енді. Енді алдағы уақытта жоспарларыңыз қандай чемпионатқа апарғысы келеді, барасыз барлығына? Бұйырса, иә, 4 қаңтардан бастап ұлттық құрамамыздың бірінші оқу-жаттығу жиыны 26 жылдан басталады. Одан кейін қателеспесем Испанияға жарысқа жазған мен. Сол оқу-жаттығу жиыннан кейін Испанияда тағы бір оқу-жаттығу жиыны болады. Сол Испанияда жарысқа қатысып, сосын келеміз. Ар жағында оқу-жаттығу жиындары өтеді. Жарысқа барады. Біз 2 құрам Испанияға бөлек жаңағыдай басқа жарыстарға, жаңағы Болгарияда болатын жарыстарға барлығын бөлген ғой. Қандай жарысқа жазылады, сол жарысқа барамын. Сен мысалға бір сол пик дейміз ғой, бір бабыңызға ену үшін қанша уақыт керек болады? Мысалы, үлкен турнирдің алдында сіздерге қалай хабарлайды? Немесе спискті айтпай, соңына дейін интригада ұстау сіздерге қалай әсер етеді деген ме? Егер мен бармайтын болсам, жарайды, мен жай дайындала берейін деген ой болуы мүмкін ғой, мысалға, 2 ай бұрын айтса. Сөйтіп ойлайынша, мен қандай жарыс болса, не болса да, жаңағыдай максимально дайындалуға тырысам. Қандай старт болады, мүмкін сен барасың деп қалса, дайын тұруың керексің ғой. Сен бармайтын десе, ол зиян жоқ шығар, көп істегеннен, қатты еңбек еткеннен. Нәтижесін бұл жарысты көрмесең, келесі жарысты көресің ғой. Сондықтан маған ондай қатты әсер етпейді, жаңағыдай составты тақап шығарады деп айтып жатсыз ғой. Ондай маған қатты әсер етпейді, жаңа дайын болып жүремін мен әрқашанда. Сіздің өзіңіз басқаның атын айтып жүрген кезде қатты әсер ететін шығар? Жоқ, ондай әсер етпейді. Айтып отырмын мен, бас бапкер, ұлттық құраманың бас бапкері қалай шешім қабылдайды? Көнеміз, иә, солай болады. Онда ешкімге ренішім жоқ. Сен барасың десе барам, бармайсың десе бармаймын, арға жаттығымды жалғастыра беремін. Сен де тәжірибелі боксшының айтатын сөзін айтып отырсыз. Абылайхан да тура осылай жауап берген, Жүсіпов. Жас боксшылар келіп жатыр ұлттық құрамаға. Оларды қалай бағалайтыныңыз, қалай айтасыз? TikTok поколение деп айтамыз біз. Олар билейді кішкене рингте. Заман талау солай болып тұрған шығар. Дұрыс па, немесе заманның ағымен жүрген дұрыс қой негізі, немесе кішкене бір медиа жағынан кешірмей ма бокс? Медиа жағынан былай қарап отырсаң жақсы шығар. Медиа жинайды, көрермен жинайды. Сол жағынан дұрыс. Басқа жағын білмеймін, дұрыс шығар. Енді олар боксқа да пайда келеді ғой, жалпы боксқа. Өйткені олардың артынан сол сен айтпақшы TikTok поколение келеді. Олар да боксқа қызыға бастайды. Жаңа бір буын келеді. Әр нәрсенің өз уақытысы мөлшері бар ғой. TikTokқа да қатты беріліп кетпеу керек. Сен TikTokер боксер болып кетіп дегеннен гөр TikTokқа да кір деп айтпаймын, қазір заман талап. Ол жағында кішкене жүргізіп отыр, бірақ основында еңбек ету керек. Еңбексіз еш нәрсе келмейді. Ұлттық құрамадағы жігіттердің бәрі. Ұлттық құрамадағы жігіттердің бәрі түсінеді, біледі. Енді мен сен сіздер былай енді ақыл айтып отырасыздар ма дегенім ғой. 2000 қазір 7-ші жылғы балдар келіп жатыр. Сізден 10 жас кішкентай былай қарасаңыз. Ақыл сұраса ақыл айтамыз, қасымызда жүріп үйренетін нәрсе. Сұрамаса бір шапалағын беріп деген. Жоқ, ондай жоқ. Ауызбіршілігіміз бар ғой ол үшін ол жеке. Ауызбіршілігіміз жақсы ғой. Іні ретінде көреміз, олар аға ретінде сыйлайды. Ынтымағымыз жақсы. Мырзағали аға туралы да сұрағым келеді осы жерде. Мырзағали ағамыз қанша жылдан бері жаттықтырып жүр ғой, негізі ол кісі жалығып кеткен жоқ па, қалай байқамайсыз ба? Ол кісінің өзінің мақсаты бар ғой, олимпиаданың алтын. Өзінің жеке шәкірттеріне. Иә. Сол арман мақсатына жетпей тұр ғой. Сондықтан ол да әлі жаңағыдай спортқа ғашықтығы бітпеген шығар ол кісіде. Шаршамаған шығар. Сол өзінің сол мотивациясы сол олимпиаданың алтыны. Сол үшін
шаршаған, ешқайсысын көріп отқан жоқ шығар, сол үшін еңбектеніп жатыр. Сіз 4-ші алтынсыз, Мырзағали Айтжановтың жеке шәкірттері алған. Иә. Оған дейін Біржан Жаков, Қайрат Ералиев. Жеңіл салмақта бар. Олимпиададан 2 қола медаль бар. Еркебұлан Шыналиев. Шыналиев бар еще. Иә. И мен Токио Олимпиадасында. Иә, бұл енді салмақта бәсекелестік өте өзі жоғары. главный тренер, бас бапкер болып Олимпиададан алтын алды, бірақ енді жеке шәкірттерінен енді өзі шығарғысы келеді. Салмағыңыз 55 келі, 54 келі, өте бәсекелестік жоғары салмақ. Шын мәнінде бұл енді біздің боксымызға тек қана плюс шығар, минус болмайтын шығар. Әрине. Бір салмақта былай қарасаңыз, қазір 4 дүркін әлем чемпионы, екеуден Махмұт екеуіңіз салыстырсақ. Сізге сәттілік, Сәкен, келгеніңізге рахмет. Ары қарай қазақтың көк туын желбірете беріңіз. Бұл енді таңдаған мамандықтарыңыз оңай мамандық емес. Сын айтылады, жеңіліп қалса сын айтылады, жеңсе бәрі мақтайды. Үйрендік, бәрін сондай ғой жалпы. Шыдау керек. Шыдау керек. Бәрін көру керек. Бәрін көру керек. Исатай мырза, сұрақтарыңыз? Жоқ. Ол қажетті нәрсенің бәрін талқылап болғандаймыз деп ойлаймын. Рахмет сізге, Сәкен. Ал жанкүйерлер, сіздер Фон Тим арнасының әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылыңыздар. Барлық қызықты ақпараттар сонда.